Міне достар, біздің Far Cry Primals. Негізі бұл ойынды мен уже біраз эпизодтарын ойнап тастадым. Негізі білмеймін, неге компьютерім лагать етіп тұрғанын. Негізі өте керемет ойын. Түнде жүру өте қорқынышты. Әртүрлі жануарлар бар, неше міне мысалы міне жүр. Ол бізде азық болып табылады. Біздің асығымыз. Енді бұл бөлімді мен аңға шығу деп атасам да болады. Өйткені қазіргі кезде біз аң аулаумен айналысамыз. Біздің аңымыз қай жаққа кетті? Bizim Anga'ya gitti. Bunu bizim atıp alған anımız. Негізі керемет ойын. Бұл жерде барлығын жасауға болады. Түсте уже күн шықты. Жүруге болады. Бұл жерде айтсам болатын аңдарды қолға үйретуге де болады. Сосын оларды әртүрлі тапсырма беруге болады. Негізінен бұл кеше ғана скачать етіп алдым, басып алдым. Кеше ғана өте керемет ойын болғандықтан маған ұнады. Негізінен бұны әлі бесплатный версиясын шығарған жоқ. Ақшамен ғана, тек қана сатып аласыздар. Оны сіздер үшін арнайы сатып алдым. Енді видеоны көріңіздер. Қызық болады деген ойдамын. Өйткені бұл жерде білмейтін заттар өте көп. Тағы да жауыз адамдар деп жатуға болады. Тек қана енді история бойынша бұл жерде басында өте жақсы адамдар тұрған. Сосын әрқашанда кино секілді жауыз адамдар келіп барлығын қырып, тек қана шамалы тобыр-тобырмен өмір сүретін адамдар ғана қалған. Енді мен соларды табушы болып табам, іздеп жүрмін мен соларды. Жаңағы көргеніңіздердей, жаңағы бір адамды таптым. Ол маған осы жердің несі, қалай айтсам болады, осы жердің тумасы деп те атауға болады. Барлығын біледі, сондықтан маған айтты қай жерде не бар екен. Сол үшін мен соларды алуым керек. Міне мысалы мынау не зат екенін көріп қойды. Бұл жерде мамонт, неше тағы да басқа жануарлар бар. Міне. Көз қисық. Міне қуаттық. Не бар екен көрейік. Біз ішінде не бар екен? Ет бар екен. Ол бізге керек. Өйткені жарақат алған кезде бұл жерде тамақ арқылы емделуге болады екен.
Сосын бұл жерде мамонттар бар. Мамонт қайда? Бұл жерде аңшылық. Мен ойлағам, негізінен суда барлығынан қауіпсіз шығар, өйткені суда ешнәрсе жоқ қой деген секілді. Құрлықта жүрген өте керемет сияқты, өйткені суда әртүрлі қалай айтсам болады, құбыжықтар бар, қорқынышты. Өте қиын ол жерде. Мен өйткені енді ғана бастағандықтан менде қатты көп, қараңыздар өздеріңіз, менде қатты көп оружие жоқ. Нем ғана бар, найза, садақ, сосын және балта деп те атасауға болады. Солар ғана, қалған ешнәрсе жоқ. Тағы ашылмаған көп заттар бар. Оларды ашу керек. Сол кезде ғана. Негізінен бұл ойында қалай айтсам, турдан турға өткен сайын өте қызықты болады. Сондықтан видеоларды көріңіздер, лайк басыңыздар. Сіздер үшін, барлығын сіздер үшін жасап жатыр. Каналға қосылыңыздар. Бізде таңғы суға түсу болсын, көрейік. Судың астында әне неше түрлі құбыжықтар жүр. Шыға салайын, қорқам. Міне біз қабандар. Ешкі аң аулайды. Қашып барады. Қуамыз. Несейді жек. Мені құлады. Біздің ешкіні ұстадық. Бұл жерде айтпақшы, бізге керек. Бұл садақтың оғы жасау үшін. Бұл жерде керемет заттар жасау болады негізінен. Мен бірақ жасай алмай жүрмін. Міне қабан. Білесіздер ме, қабанмен төбелесуге болады. Міне қарап тұрған көрсің. Жүгіреді кәз сіздерге қарайсың. Ашамыз. Күйші. Қаш. Қуып келетір мені. Жаман қалған екен. Кетті. Қабан. Өлтірдік пе? Өлтірден бұл емес. Қабан емес. Қабан. Тас. Үстін қабан қайда? Менің ойымша қабан басқа жаққа кетіп қалды. Бұл бізге керек болады тас. Әртүрлі найза жасауға. Міне біздің қабанымыз. Садақпен атамыз. Өлтірдік. Біздің қабан. Терісін алайық бұның. Бізде еті де керек болады. Біздің найзамыз алайық. Бұл жер
туған секілді болғандықтан әртүрлі көптеген қабандар бар. Мені қарап отырсаңыздар, ана крокодил жүр. Көрдіңіздер ме? Өте жаман крокодил. Өтіп кетейін бұл. Өтіп кетейін. Қар. Bunu қолға үйретуге бола ма екен? Қашып кетті. Әдемі арқар ғой. Қайда? Қайда қашып кетті? Міне біздің мамонт. Қазір көрсетемін сіздерге. Мамонт.